Саламатсыздар ма? Ақпарат өлшем бірлігі зертханалық сабағына қош келдіңіздер. Ақпараттың өлшем бірлігін білу ақпаратты сақтау мен тасымалдауда өте маңызды. Біз мәтін жазу үшін әріпті, музыка жазу үшін нотаны, санды жазу үшін цифрды қолданамыз. Компьютер электрондық есептеуіш машина болғандықтан, оның миы әріпті, нотаны немесе санды тікелей қабылдамайды. Ол ақпаратты тек электр сигналдары түрінде қабылдап түсінеді. Компьютердің миы ақпаратты өңдеу үшін әрбір әріп, әрбір таңбаны сигнал түріне аударуы керек. Бит ағылшынша binary digit ақпараттың екілік бірлігі. Ол ақпаратты өлшеудің ең кіші бірлігі болып есептеледі. Бір байт 8 битке тең. Келесі кестеде бізде ақпараттың өлшем бірліктері берілген. Атауы, дәреже түрінде жазылуы, шартты белгіленуі. Назар салып мұқият қараңыздар. Бот байланыс арналарының ақпарат тасымалдау жылдамдығының өлшем бірлігі. Бір бот 1 бит бөлінген секундқа тең. Бірінші есеп. 2 мегабайт ақпарат 64 килобайттан неше есе үлкен? Қолданылатын ақпарат 1 мегабайт ол 1024 килобайтқа тең. Екінші есеп. Паузаға қойып, мұқият қараңыздар. Практикалық жұмыстар. Практикалық жұмыс бірінші тапсырма. Жұмыс үстеліндегі компьютер белгісін тінтудің сол жақ батырмасымен 2 рет шерт. Назарларыңыздағы видеоны қайталаңыздар. Видео нұсқаулықты қайталап, келесі тапсырманы орындаңыздар. Есептің жауабын жазыңыз. 3 минут уақыт беріледі. Есептің жауабын белгіленген орынға жазып кетіңіз.
Уақыт бітті. Жауабы 524 гигабайт, 524.400 мегабайт. Екінші тапсырма. Мұқият қараңыздар. Видеоны қайталаңыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, свойства батырмасына ақпараттың қанша өлшейтінін біліп алу керек. Суретті мұқият қарап, ең үлкен файлдың атын жазыңыз. Жауабы 19 февраль 8 кол. Тапсырмаларды орындау 5 минут уақыт кетті.
Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төмендегі форманы толтыру арқылы қойыңыз. Сау болыңыз.